Келіні енесіне звондайды. Мама, күйеуім екеуміз айтысып жатырмыз. Бала тышып қойса, кім жуу керек? Деп. Енесі еш мүдірместен. Әрине шешесі жуу керек, дейді. Сонда келін. Онда мама тез келіңіз де жуыңыз. Балаңыз удай мас, еще бұтына тышып қойған, депті. Әйелі күйеуіне. Жаным, мен сені түсімде көрдім ғой. Күйеуі. Мен сенің түсіңде не істеп жүр екенмін? Сенің қолыңда алма бар екен. Сен оны маған бір тістеп ұсынып жатыр екенсің. Сонда күйеуі. Басты қатырма қатын. Айфонға ақша жоқ, депті. Баласы, әкесі және мамасы кешкі ас ішіп отырған. Баласы кроссвордқа қарап отырып, папа, еркектер постоянно ойлап жүретін екі әріптен тұратын нәрсе не ол? Депті. Папасы күліп, екі әріпті ойламай тамағыңды іш, деп баласын желкеден бір-ақ ұрыпты. Баласы жылап, папа, ол үй ғой, десе, әйелі де күйеуін желкеден бір ұрып, басқаны ойламай үйді ойлау керек, ақымақ, үйді, деген екен. Күйеу жұмыстан келіп әйеліне. Қалың қалай жаным? Бәрі жақсы қымбаттым. Борщ пісірдім, котлет қуырдым, терезелерді сүрттім, балалардың кірлерін жуып тастадым. Міне енді нәски тоқып отырмын. Ал егер ертең де интернетке ақша төлемесең, жауыз, мен сені өлтірем, дейді. Қызы ұзатылып бара жатса, әкесі араққа тойып алған, бақырып жылап, ауыз үйге құлап ұйықтап қалыпты. Оны көрген 90-дағы шешесі, айналайын, бағанадан бері жылап жүреді, ұйқысы келіп жылап жүр екен ғой, деп үстіне көрпе жауып жатыр, дейді. Үш кемпір отыр, дейді. 50-де, 60-та, 70-те. 50-дегісі, той, әлі көзім жақсы көреді, инені өзім сабақтаймын, деп мақтаныпты. 60-тағысы, твай, көз тимес екен, құлағым әлі күшті естиді, десе, 70-тегісі, твай, біреу алып қашып кетпес екен, әлі қызбын, депті. Бір күні екі құдағи кездесіп, қыздың дүниесін ақылдасып жатыр, дейді. Қыздың шешесі қағаз қалам беріп, ал құдағи жаз не керегін, деп жігіттің шешесіне айтыпты. Сөйтіп, әлгі құдағи жанына не керек барлығын жазған ғой. Қыздың шешесі қарап тұрып, бір нәрсені ұмытып кетіпсің ғой, деген ғой. Не ұмытыппын, құдағи, десе, зеленка, депті. Ойбай-ау, құдағи, зеленканы не істеймін, десе, езуің жыртылғанда жағасың, депті. Баласы мен анасы. Шеше, неге әкеміздің басында шашы өте аз? Себебі ол көп ойлайтын ақылды адам. Сіздің шашыңыз неге көп? Көп сөйлемей тамағыңды іш. Бір келіншек күйеуіне еркелеп қолын иығына салса, күйеуі ашуланып, тарт қолыңды, иығымдағы періштелерін дүркітесің, депті. Сөйтсе әйелі ашуланып, албасты, түнде аяғымды иығыңа салғанда періштелерін қыдырып кетіп еді, депті.